Армысыздар, құрметті қазақ елі. Дәл қазір біз Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Қазақстан деген ауылдық округ бар. Міне соған қарайтын Қаюпов деген ауылда тұрмыз. Және мені қай жерде тұр десеңіздер, бұл мәдениет ошағы, яғни Қаюпов ауылының. Міне көріп тұрғандарыңыздай мәдениет үйі, бірақ үй деп айтуға келмейді. Міне көріп тұрсыздар, қабырғалардың барлығы қираған, быт-шыты шыққан. Терезе есікте жоқ, міне есік терезе түгіл қабырғаның өзі жоқ, арғы шеті мен бергі шетінің барлығы көрініп тұр. Бұл нені білдіреді? Яғни бір ауылда мәдениет үйінің жоқ екендігін көрсетеді. Және бұл жақтағы концерт болсын, іс-шара болсын, қандай нәрсе болса да барлығы осы ауылдың мектебінде өтеді екен. Және бізде енді бір нәрсеге таңғаламыз. Неге ауыл әкімдері жұмыс жасамайды? Неге осыған мәдениет үйінің жоқ екендігін енді әкім білмейді десе тіпті күлкілі шығар. Мысалға Марат Сүгірбеков, Қазақстан ауылының осы әкімі, осы ауылға да сол әкім қарайды. Неге облысқа, ауданға сұраныс жібермейді, ақша сұрамайды осындай мәдениет үйін салу үшін? Кеше көрдіңіздер, 20 миллионнан астам, кейбіреулер 20 миллион, кейбіреулер 30 миллион дейді, Қазақстан ауылында салынған паркын. Сондай парк салғанша бір ауылдың мәдениетін қалыптастыру үшін осындай мәдениет үйлерін салу керек еді. Және бұл жерде міне медпункт тұр, яғни ауылдағы адамдарға дәрігерлік көмек көрсететін, бірақ енді медпункт деп айтуға да келмейді. Көріп тұрсыздар міне қандай жағдайда екендігін. Мінекей, бұл ауылдың медпункті, алды енді қоқыс жинап қойыпты, мусор шығармағанда көрініп тұр. Міне осы жерде адамдарды емдейді, қарайды, жағдай жасалмаған, енді көріп тұрсыздар ғой. Енді ішкі жағын түсірмесек те сыртының өзі қандай екендігін айтып тұр. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне осы болысы Қаюпов ауылының дәрігерлік бөлімшесі. Жедел жәрдем көлігі жоқ сияқты, енді білмеймін, көлік тұрғаннан кейін осы шығар деп болжап тұрмын. Ал мынау жолдың түрі міне осылай. Бұл жерге көмек сұрауға келген адамдар, ауырып келген адамдар осы жолдармен жүруге мәжбүр екен, өкінішке орай. Біздегі бүкіл ауылдың жағдайы осындай. Неге жоғарғы жақтағылар әкімдерді тағайындайды ғой, сайлайды демей қояйықшы, адамдар дауыс береді деп айтпай қояйық, дауысты ұрлайды, басқа қылады. Сайлаудың қалай өтетіндігі мен айтпасам да баршаңызға белгілі. Бірақ сол тағайындалған әкімдер неге жаны ашып қарамайды екен? Олар да қазақтың баласы, олар да осы ауылда өмір сүреді, осы халықпен бірге. Мақұл 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, 3 жыл, 1 жыл болсын, ертең қызметтен кетеді. Сонда елдің алдында, халықтың алдында қандай абыройға ие болады? Түсініксіз маған. Қаюпов ауылы интернет желісімен қамтамасыз етілмеген. Ол туралы ауыл тұрғындарының пікірін сіздерге ұсынсақ деймін. Интернет жоқ ауылда. Байғұс балалар не оқыған кезде, онлайн оқыған кезде бұрышты іздеп қаңғып жүреді. Интернет вообще ұстамайды ауылда. Талап еттік, қанша жерге бардық, олар әне қоямыз, міне қоямыз, әлі жоқ. Әкіммен де бардық. Мынау ұстамайды негізі. Телефон жөнді ұстамайды. Біреумен хабарласайын десең, ұсталмайды. Ары телефонды ұстап аласың да, ары жүгіресің, бері жүгіресің. Интернет жоқ. Үйде Wi-Fi барларға жақсы, енді Wi-Fi жоқ. Олардың бәрі көше қаңғып жүреді, қораның үстінде жүреді. Интернет жоқ вообще ауылда, ұстамайды. Ауыл қаладан 60 километр, 64 километр жерде тұрамыз. 70 көп болса. Соның өзінде интернет жоқ. Қай жерге бармадық, қай жерге жазбадық, жоқ, ұстамайды жерде. Интернет желісі өте нашар. Мектепте балаларымыз оқиды. Онлайн берілген тапсырмалары кейде жасалынбай қалады. Айтып атқанымызға біраз болды. Связьдің нашарлығына. Ауыл болып жинап тұрмыз. Шешілмейді. Ескертілді, айтылды, келді. Акиматтың адамдары өздері де біледі. Осы ауылда істейтін кісілер де бар. Білмеймін енді неге осылай болып тұрғанын. 21 ғасырда дамыған 30 елдің қатарына қосыламыз деген Қазақстанның ауылдары әлі күнге дейін интернетпен қамтамасыз етілмеген. Ауыл әкімі Марат Сүгірбеков пен оның өр көкірек